Сәлеметсіздер ме? Бүгін практиканың 3-ші сабағы векторлық редактор алаңдағы қонжық суретін салу. Бүгін сабақта үйренесіңдер қабаттармен жұмыс істеуді, объектілерді біріктіру, бөлу, өзгерту, айналдыру, контурларын қосу, қиылысуынан басқа фигураларды алуды бүгінгі сабақта үйренесіздер. Енді векторлық редакторды іске қосайық. Векторлық редакторды іске қосқаннан кейін ең бірінші сеткасын салып алғанымыз дұрыс. Сетканы салып алу үшін файл, свойства документа, сетки, сосын создать деген пернені басамыз. Сосын прилипанияны біраз төмендеу болған дұрыс. Ол жаңағы клеткаға, объектке жақындатқан кезде автомат түрде жақындау үшін. Бұны қойып болғаннан кейін, мына суретке қарайтын болсақ, бұнда бірінші фон суреті бар. Одан кейін біз бірнеше слой жасайық. Бірінші фон суретін жеке слой ретінде жасайық. Ағаштарды жеке слойға орналастырайық. Күннің көзін жеке слойға орналастырайық. Мына жердегі ағаш бұлттарды жеке-жеке слойларға қойайық. Слойлармен жұмыс жасау үшін біз векторлық редакторда слои деген команданы орындаймыз. Сонда міне бірінші слой болып тұр. Енді біз мынаған добавить слой деп бірінші фон слойын қосайық. Фон добавить. Міне бізде екі слой пайда болды. Енді фон слойында біз бұны альбомныйға орналастырайық. Книжный емес, альбомный ретінде. Но книжный болып тұр. Оны альбомныйға қою үшін файл, свойства документа, сосын страницы, сол ішіне альбомная деген таңдаймыз. Альбомная деген таңдаймыз. Сол кезде міне альбомный шықты. Енді осыған фон суретін сызайық. Фон аспаннан және жерден тұрады. Аспанның түсін көгілдір түс қылып аламыз. Shift басып тұрып контурында көгілдір қылайын. Міне аспан суретін салдық. Енді аспанның астында жер болады. Енді жерді салайық. Жерді салу үшін біз жасыл түсті таңдап алайық. Сөйтіп міне жер сыздық. Контур суретінде shift басып тұрып басамыз. Міне жер. Аспанды жерді істедік. Бұл негізі A4 форматынан асып кетіп тұр. Асып кеткендер жалпы сурет еткен кезде, сақтаған кезде ол көрінбейді кейін. Енді екі объектіні біріктіруге болады. Екеуінде shift деген кнопканы басып тұрып ерекшеледік. Сосын объект сгруппировать командасын орындаймыз. Екі объект бірікті. Енді бір объект ретінде бұл жүретін болады. Қозғалатын болады. Аспан мен жерді істеп болғаннан кейін бұны блокировать етіп тастауға болады. Блокировать етіп тастағаннан кейін үстіне басқа енді жаңадан слой жасаймыз. Слой, добавить слой. Келесі орындайтын әрекетіміз ағаштарды салайық. Сондықтан ағаштар деп қояйық. Ағаштар. Добавить. Міне ағаштар деген түсті. Енді мына жерден көздің суретін бассақ, кірпігі жабылды, қабағы көрінбей кетті. Бұл ыңғайлы. Жеке ағаштың өзін салып алу үшін. Енді ағаштың өзін салып алайық. Ағаштың өзін салып алу үшін сопақшаны таңдаймыз. Ағаштың басы. Сосын ағашты өзін қоңыр түспен саламыз қазір. Қоңыр түс. Мынандаймыз. Shift, мына контуры қалың болып тұр. Shift басып тұрып басайын. Міне
кетті. Енді бұл әр жақ жапырақтың артында тұру керек діңгегі. Сондықтан ерекшелегеннен кейін объект опустить дегенді басуға болады. Сол кезде ол әр жақ планға түседі. Осы сияқты қалған ағаштарды да көбейтеміз. Біз ағаштарды салып болдық. Ағаштарды жауып қоюға болады, немесе қосуға болады. Фонды көрсетсек, міне фон суреті болды, ағаш суреті болды. Мына жерден түсін біраз дұрыс таңдамаған сияқтымыз. Фонның түсін біраз өзгертейік. Мына жерге қоямыз. Немесе мынаны түсін өзгерту керек еді. Ағаштардың түсінен міне мынаны бірдей болып кетті. Бірдей болып кетпес үшін жоқ, бұның ішкі түсін, мынаның түсін мынандай қылайық. Мына ағаштың түсін біраз көктеу қылайық. Shift-ті басып. Енді дұрыс болды. Ағаштарды салып болдық. Ағашты салып болғаннан кейін енді біз қонжықтың суретін салайық. Қонжықтың суретін салу үшін слой, добавить слой, жазып қояйық қонжық деп. Добавить. Басқа слойларды жауып қоюға болады. Мына жерден ағаштарымыз жауып тастадық. Енді қонжықтың суретін салу үшін жақсылап қарасаңыздар, 6 бұрыштардан тұр, және сектордан тұр, және дөңгелектен тұр. Ендеше қонжықты бастайық. Бірінші көп бұрышты таңдаймыз. Бұрыштардың саны 8, түсі қызыл. Міне сыздық. Бұл басы болсын. Енді қонжықтың денесін салайық. Мынаның контур түсі жасыл емес, контурында біз қызыл қылайық. Ол үшін ерекшеледік. Shift-ті басып тұрып қызылды басамыз. Контур түсінде былай дөңгелек айналдыруға болады. Ортасынан басқаннан кейін объектіні былай айналдырып қоюға болады. Енді қонжықтың денесін салайық. Ортасынан бастық. Ортасынан шеттік. Ортасынан шеткеннен кейін біраз айналдыруға болады. Қонжықтың денесі мынау қонжықтың басы, үлкен болып кетті ғой, кішірейтейік. Былай созып, шетінен басқаннан кейін былай кішірейтуге болады, былай созуға болады, әртүрлі форматта қозғалтуға болады. Міне ұқсады. Енді бұл қонжықтың контуры қызыл болсын. Shift-ті басып тұрып бастық. Ортасы біраз басқа түс, басқа түс. Ортасын былай бастық, мынандай түске қоядық. Шеттің қалыңдығын өзгертеміз. Сол үшін мына жерге әкелеміз де, бірлет шертеміз. Қалыңдығын мысалы 4 деп қояйық. 4 мм. Одан да көп болсын, 8 мм. Одан да көп, 12 мм қылып қояйық. Міне келді. Қонжықтың денесін салдық. Енді қонжықтың құлақтарын саламыз. Құлақтарын салу үшін дөңгелекті таңдаймыз. Міне істедік. Толщинасын кішірейтейік. Толщинасын 2 дедік. Міне қонжықтың бір құлағы шықты. Бұны үлкейтейік. Қонжықтың құлағы болсын. Бұны дублировать етеміз. Міне екеу шықты. Міне бір құлағы,
оны оң жақ кнопка объект на задний план дейміз. Дәл сол сияқты мынаны да объект на задний план. Екеуін міне қойдық құлағын. Енді қонжықтың қолдары мен аяқтарын қоямыз. Дәл осыны дублировать ете салуға болады. Міне дублировать. Мына жерге әкелдік. Енді бұның мына жерден изменить узлы дегенді басамыз. Изменить узлы дегенді өткенде өткенбіз. Сөйтіп біз былай өзгертуге болады, иә? Екі түсті де бірдей қылайық. Бұл бұның қолы болды. Қолы міне мына жерге әкеліп қоямыз. Екінші қолын дублировать етеміз. Дәл сөйтіп аяқтаймыз. Міне қонжығымыз осындай болып шықты. Енді ағаштарды көрсетейік, фонды көрсетейік. Соның барысында қонжығымыздың көлемі қандай, үлкен бе, кішкентай ма? Қонжығымыз тіпті үлкен болып шыққан сияқты. Сондықтан қонжықты істеп болғаннан кейін бәрін ерекшелейміз. Сосын объект группировать деген команда орындаймыз. Группировать. Барлығы бір объект болды. Енді бұны кішірейте беруге болады. Міне қонжықты кішірейттік. Қонжықты өзін қай жерге? Өзінің орнына келіп орналастырайық. Сонымен ағаш салдық, жеке фон салдық, қонжықты салдық. Ендігі салатынымыз күннің көзі және бұлттарды салайық. Сосын гүлді салайық. Күннің көзін салу үшін біз мынандай команда орындаймыз. Слой, добавить слой. Бұның атын күн деп қояйық. Міне күн деген слой шықты. Басқалардың бәрін жауып тастайық. Кедергі келтірмегендей. Тек қана қалтырамыз, күнді қалтырамыз. Күнді салу үшін біз жұлдызшаны қолданамыз. Многоугольник, оның ішіне звезды. Мынау сары түсті болсын. Фон түсінде сары қылайық. Вершиналардың санын, төбелердің санын көбейтейік. Төбелердің санын көбейткен кезде міне шықты. Енді узелді созуға болады. Міне. Бұның санын тағы көбейтейік. Күннің көзі, вершиналардың саны 30 болса ше. Міне күннің көзі шықты. Бұл енді объектіні кішірейтуге болады. Енді ағаштарын шығарайық, фонын шығарайық, қонжығымызды шығарайық. Фон үстіңгі жаққа шығып кетті мына жерден. Фон үстіңгі жаққа шықпас үшін мына жерден орындарын ауыстырамыз. Міне күннің көзі міне көрдіңіз ғой. Ағаштарды осылай слойлардың орнын ауыстыру арқылы ең үстінде тұрған слой ол
бірінші көрінетін болады. Міне күннің көзін қойдық. Енді бізге бұлттар керек. Бұлттардың суретін салайық. Келесі объектіміз бұлттарды салайық. Бұлттарды салу үшін барлығын жауып тастайық бірінші. Слой, добавить слой. Бұның атын бұлт деп қояйық. Енді мына жерден фон түсін көрейікші. Сонда біздікі бұлтымыз көк түсті болу керек. Мына аспаннан гөрі біраз түсі. Осы фон тұра берсін. Соның үстіне саламыз. Енді бұлт салу үшін бірнеше дөңгелектерді қосуға болады. Мысалы, мынау бір дөңгелек. Осының үстіне былай осыны. Размерін өзгертіп жіберейік. Міне бұлтымыз шықты. Бұл бұлтты ерекшелейміз бәрін. Сосын объект сгруппировать. Кішірейтуге болады, үлкейтуге болады. Дублировать. Екі жерден. Үш жерден қояйық, жарайды, дублировать. Міне осындай бұлттарымыз болсын. Күннің көзі шығып тұрсын. Күннің көзін бұлттың үстіне қоямыз. Күннің көзін ерекшеледік, сосын мына жерден үстіне шығарамыз. Күннің көзі бұлттың үстінде тұр. Бұлт біраз төменде болсын. Ағаштарымызды шығарайық. Қонжығымызды шығарайық. Қонжығымызды біраз көрсетіп мына жерге қойайық. Бұлтымызды мына жердегі бұлтты біраз жылжытып жіберейік. Осылай болсын. Қонжығымыз бар. Енді саңырауқұлақпен гүлдерді салу қалды. Ол үшін саңырауқұлақ деген слой жасайық. Барлығын жасырамыз. Енді мына жерге саңырауқұлақтарды салайық. Саңырауқұлақты салу үшін секторды қолдануға болады. Саңырауқұлақтың түсі ғой. Блокировкада тұрып қапты жаңа слойымыз. Блоктан шығардым, міне шықты. Сонымен саңырауқұлақтың түсін таңдадық. Мына жерден узелді таңдаймыз да, саңырауқұлақтың мынау астыңғы жағы болсын. Астыңғы жағы жасыл түс болып тұр ма? Қандай да бір жасыл түс болып тұр ма? Қою жасыл ма? Енді үстіңгі жағынан діңгегін саламыз. Shift басып тұрып бастық. Жалпы процентін үлкейтіп алған негізінен ыңғайлы. Мына жерден процентін өте үлкен қылып салғанда жеңілдеу болады.
объект на передний план. Енді қызылын саламыз. Үстіңгі узелдан көмегімен былай болатын болды. Міне саңырауқұлақты салдық. Енді саңырауқұлақты көбейтеміз. Ол үшін ерекшелейміз. Объект сгруппировать, дублировать. Сөйтіп саңырауқұлақтарды орналастырады. Міне саңырауқұлақтарды орналастырдық слойға. Сонда осындай сурет пайда болды. Енді қосымша гүл, басқа да объектілерді қоса беруге болады. Мен осы жеткілікті деп есептеймін. Сонымен біз біріктіру, айналдыру командаларын қолданып, осындай алаңдағы қонжықтың суретін салып болдық.